Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Бұл өрнек 4 қатардан тұрады және 5 көзден. Енді қазір мен сіздерге осы жерде мынау бір өрнектің біреуін ғана көрсететін боламын. Мінекей. Ал кеттік. Бисмилля деп бастайық. Енді қазір біз мына жерде мен 11 көз алдым. Енді мына теріс жағынан қазір бастаған кезде мына өрнектің бастапқы тек бір қатарын ғана тоқитын боламыз. Ал кеттік. 2 10 тоқимыз. 5 теріс. 1, 2, 3, 4, 5. 2 10. Мінекей осыменен өрнегіміздің бастапқы бір қатары аяқталды. Енді өрнегіміздің бірінші қатары. 2 теріс. 2 10. 1, 2. Енді қазір біз мынау соңғы 5-ші көзді мынау 3 пен 4-тің үстінен осылайынан өткізетін боламыз. Мінекей босатып жібердік, осылайынан жіберіп. Енді мына жерде 2 көз қалды ғой. Осы екеуі мынау біріншісін оңға тоқимыз. Бір жіптеліп аламыз. Екіншісінде оңға тоқимыз. Мінекей. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей екінші қатарда аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. Енді қараңыздар. Мына жерде мінекей 1, 2, 3. Мынау үшінші көзді біз мынау бірінші мен екінші көздің үстінен мінекей осылайынан өткізетін боламыз. Мынаны босатып жібереміз. Мінекей. Мына жерде 2 қалды. Енді бір оң тоқимыз. Бір жіптеліп аламыз. Бір оң тоқимыз. Мінекей. Әрі қарай тағы да 2 оңды тоқитын боламыз. Мінекей. Сонымен 5 көз болды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 3-ші қатары аяқталды. Енді 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей бар болғаны осы жаңа айтқанымдай, бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей. Енді мына тура мына бірінші қатардан бастап қайттан дәл осылайынан қайталайтын боласыздар. Мына жерде 2 10 тоқып, және де мынау 3-ші көзді мынау 3 пен 4-тің көзін үстінен өткізіп, қайттан 3 көз қылып шығаратын боласыздар. Мінекей, міне көрдіңіздер ғой. Дәл осылай. Енді тура дәл осылайынан тоқитын болсаңыздар, осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей қараңыздар, қандай керемет, тамаша. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.